Егер сізге шайға тез тәтті қажет болса, 15 минутта осы печеньені пісірсеңіз болады. Ол үшін бізге небәрі ұн, сармай, қант қажет болады. Ең әуелі термомикс чашасына ұн саламыз. Қант, сармай, жұмыртқа, қопсытқыш, 20 секунд 6 жылдамдықта майдалап аламыз. Осындай масса шықты. Енді аз қасықпен бір қасықтан алып, қолмен осындай формочка жасаймыз. Және де оны жаймендеп қантқа малып аламыз. Енді әрбір домалақты вилкамен жаймен ғана басып шығамыз. Печеньелерді қызып тұрған пешке 180 градуста 10-15 минутқа салып аламыз. Жылдан печеньеміз дайын болды. Ас болсын. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаймыз.